Тығылмашақ ойнайық. Қорқынышты оқиғамызды жалғастырамыз. Бұл менің інімнің басында болған шынайы оқиға. Сіздерге түсінікті болу үшін айтып кетейін, бұл бізде бірнеше жыл бұрын болған. Ол үй бірінші больница, одан кейін столовый, одан кейін мектептен кейін барып үй болған. Түсінікті болу үшін айтып кетейін деп жатырмын. Бізде бір бөлме болатын. Үнемі бір түрлі оқиғалар, бір түрлі нәрселер болатын. Мен ол кезде мектепте боламын. Басында әрине барлығы қызық болады. Олар ойнайды, күледі, жүгіреді, іздейді. И бір уақытта менің сестрам тығылып қалады бөлмеге. Мені інім іздейтін болады. Одан кейін мен сіздерге айтып кетейін, ол бөлме өте үлкен. Үйлер, бөлмелер көп, бөлмелер еще үлкен. Менің інім іздеп жатқан кезде жаңағы бір қорқынышты бөлме болады. Сол бөлмеде сестрам аппақ көйлек киіп алып, айнаның алдына теріс қарап, шашын тарап отырады. Менің інім тәте деп енді бара жатқан кезде басқа бөлмеден сестрамның дауысы шығады. Інім аяқ қолы дірілдеп сөйлей алмай қалады. И резко бөлмеден шығып кетіп, сестрама барған кезде, сен ана бөлмеде болдың деп дірілдеп сөйлей алмай жатқан кезде, ей жоқ, мен ол бөлмеде болмадым, мен далада болдым деп жатады. Ал ана бөлмеден көрген қыз аппақ киген, шашы ұзын, қап-қара болып теріс қарап айнаға осылай шашын тарап жатқан. Енді ол бөлмеде, ол үйде болған қорқынышты оқиғалар өте көп. Қызықты болса жазыңыздар, айтамын, және сіздердің де бастарыңызда қандай оқиға болды, астына жаза кетіңіздер.